Европалық Airbus әуе құрылыс компаниясы үндістандық төмен бюджетті Indigo әуе компаниясынан A320neo маркалы 250 ұшақ алуға қатысты құжатқа қол қойғандарын мәлімдеді. Келісім сомасы каталогтағы бағалар бойынша 26,5 миллиард ақш долларына тең. Бұл европалық концерн үшін рекордты баға. Ұшақтар 2018 жыл мен 2026 жыл аралығында жеткізілуі қажет. Осыған дейін Үндістан әуе тасымалының 40%-ына иелік етіп отырған Indigo әуе тасымал компаниясы Airbus'тан A320 маркалы 500 лайнер алған еді. 2005 жылы осы сериядағы 100 алғашқы ұшаққа тапсырыс беріліп, осыған дейін барлығы да жеткізілді. Сондай-ақ 2011 жылы Indigo әуе тасымал компаниясы A320neo маркалы лайнеріне тапсырыс берген алғашқы үндістандық әуе тасымалдаушы атанды. Индонезиялық құтқарушылар Trigona Air Service әуе компаниясының ірі ATA-42-300 маркалы ұшағының апатынан қаза болғандардың барлығының мәйітін тапты. Қайтыс болғандардың жалпы саны 54, олардың 5-еуі балалар және 5-еуі экипаж мүшелері. Лайнердің қалдықтары Аксибила қаласынан 12 шақырым жерде табылған. Айта кетейік, ұшақтың қонуына 10 минуттай қалғанда онымен байланыс үзілген еді. Әуе апатының орын алу себептерінің бірі ауа райының қолайсыздығы болуы мүмкін. Ұшақпен байланыс үзілген аймақта үнемі ауа райы құбылмалы болмақ дейді жергілікті бақ өкілдері. Египетте жаңа антитеррорлық заң қабылданды. Ол заң бойынша террорлық қылмыстар жазасы ауырланды және күдіктілермен күресетін күш құрылымдарының өкілеттілігі кеңейтілді. Жаңа шаралар баққа да қатысты болмақ. Террористер шабуылы немесе антитеррорлық операциялар жөнінде жалған ақпарат таратқан жағдайда журналистерге ірі көлемде айыппұл салынбақ. Журналистік сын дұрыс, бірақ мемлекет тарапынан аталған заңның қабылдануы қажет. Бұған олардың толық құқықтары бар, дейді Египеттегі Евроньюз тілшісі. Заң жобасының негізгі нысанасы терроризм, бірақ бұл заң журналистердің бостандығын шектейді. Аталған заңда терроризм сөзіне дұрыс анықтама берілуі қажет. Әйтпесе қазіргі шектеулері дұрыс емес, дейді жергілікті медиа сарапшы. Құжаттың қабылдануы египеттік үкіметтің исламшылдарға берген жауабы есебінде болмақ. Жаңа өзгеріс бойынша террорлық топты ұйымдастырғандар не қаржыландырғандар өмір бойы қамауға алынады немесе өлім жазасына кесіледі.